Қайырлы күн достар, бүгін біз балықты осындай әдемі қып-қызыл етіп қуыратын боламыз. Ол үшін бізге кептірілген нан ұнтағы, ұн және тұз қажет болады. Арнайы ыдыс алып, кептірілген нан ұнтағын саламыз. Үстінен ұнды қосамыз. 1 шай қасықтай тұз саламыз. Араластырамыз. Оған балығымызды барлық жағынан аунатып аламыз. Табамызға майды құйып қуырамыз. Екінші бетін аударамыз. Әр бетін шамамен 10 минуттай пісіреміз. Балығымыз өте әдемі болып пісіп жатыр. Ал міне біздің ең дәмді, әдемі, сырты қытырлап тұрған ыстық балықтарымыз дайын. Сіздермен болған Ботафуд. Каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!